Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге холестеринді төмендететін дәрілер, яғни статиндер туралы және де холестеринді төмендететін өнімдер туралы ақпарат бермекшімін. Жалпы холестерин көтерілгенде немесе оның көтерілуінің алдын алу үшін қандай өнімдерді қолдану қажет? Ең біріншіден олар бобовый өнімдер болып табылады. Яғни фасоль, нут, горох, бурый рис, гречка деген өнімдер болып табылады. Және де холестериннің ішекте сіңірілуін төмендететін олар сүт қышқылды өнімдер болып табылады. Яғни олар айран, сүт, йогурт деген сияқты өнімдер. Және де рациондарыңызға міндетті түрде балықты қосыңыздар. Балықта омега-3 өте көп. Ал омега-3 дегеніміз жүрек қан тамыр жүйесінің көп ауруларының алдын алады. Міне сондықтан да балықты аптасына 2 рет рационға қосыңыздар. Одан кейінгі өнім күнбағыс майы және де оливковый масло болып табылады. Яғни жануар майын емес, өсімдік майын рациондарыңызда пайдаланғандарыңыз жөн. Енді көкөністер мен жемістерге келетін болсақ, көкөністерде капуста ең бірінші рөлді атқарады. Капустаның өзінің түрлері көп, айсберг капуста бар, брокколи бар, цветная капуста, осы өнімдерді рациондарыңызда көп қосыңыздар. Одан кейін асқабақ және де сәбіз өнімдерде холестеринді төмендетуіне атсалысады. Енді жемістерге келетін болсақ, жемістерде пектині бар жемістерді жеу керек. Яғни ол ең біріншіден алманың құрамында көп, жүзімнің құрамында көп, және де клубника мен цитрусты өнімдердің құрамында өте көп. Осы өнімдерді рациондарыңызға қосыңыздар. Келесі статиндер туралы ақпарат берейін. Жалпы статиндердің 4 поколениясы бар. Оның бірінші және екінші поколенияларын біз қазір медицинада қолданбаймыз. Олар өйткені жанама әсерлері көп болғандықтан ол препараттарды қолданбаймыз. Қазірде 3-ші поколениясы, яғни оған аторвастатин жатады, өте кеңінен қолданылатын препарат. Ол препараттың бір артықшылығы кез келген адамның жасына қолдана беруге болады. Ол жас адам болсын, үлкен кісі болсын, кез келген жаста қолдана беруге болады. Яғни ол отбасылық гиперхолестеринемия болсын, одан кейін екіншілік гиперхолестеринемия болсын, және де инсульт, инфаркт ауруларында кез келгенде қолдана беруге болады. Оның 10, 20 және де 40 деген дозировкалары бар. Бірақ оның бір жанама әсері бар, ол бауырдың ферменттерін жоғарылатады. ALT, AST деген ферменттерді жоғарылатады. Егер ұзақ уақыт бойы қабылдайтын болсаңыздар, бауырдың майлы дистрофиясына дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да аторвастатинді қабылдаған кезде міндетті түрде айына 1 рет биохимиялық анализ ALT мен AST-ның мөлшерін көріп отырғандарыңыз абзал. Сонымен қатар холестерин мен ЛПНП-ның мөлшерін айына 1 рет тапсырып көрген абзал дәрі ішіп жатқанда. Егер де холестериннің мөлшері төмендейтін болса, аторвастатиннің мөлшерін де төмендетуге болады. Енді статиндердің 4-ші поколениясы, ол қазір розовастатин деген препарат жатады. Розовастатин қазірде бірінші орында алып тұрған статиндер тобының препараты. Неге десеңіздер, мысалы розовастатинде 10, 20, 40, 80 деген дозировка бар. Енді розовастатиннің 20 мг дозировкасы, ол аторвастатиннің 40 деген дозировкасына сәйкес келеді. Оның бір артықшылығы осы. Қазірде розовастатиннің жанама әсерлері өте аз, сондықтан да бірінші орындағы препарат осы болып табылады. Бірақ қазірде емханаларда тегін берілетін ол аторвастатин деген препарат болып табылады. Бұл препараттар жаман емес негізі. Сондықтан да егер холестериндеріңіз жоғары болса, ЛПНП жоғары болатын болса, онда міндетті түрде статиндерді қабылдаңыздар, одан қорықпаңыздар. Бізге статиннің жанама әсерінен гөрі ағзадағы холестериннің жоғары өте қауіпті болып табылады. Сондықтан да ең бірінші холестерин жоғарыламаудың алдын алыңыздар. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.